Құрметті өнерсүйер қауым, келесі сахнаға шығатын керемет жұп. Әнші продюсер Руслан және вокалист ұстаз Айчүрек. Қарсы алыңыздар. Күн қайналып жарық таңнан, жұлдыз болған бір қыз бар. Арманымда бағыт болған, бағдарымда анық болған, адаспашы жұлдыздар. Жүрегімде жұлдыз екен, түсінбейді бізді біткен, ай мен күндей бола алмай жүрміз. Бұл уақыттан зорға біткен, шын жүректен дір-дір еткен, шын сезімді таба алмай жүрміз. Шын сезімді таба алмай жүрміз. Аспандағы алып көшпен тоңдырмасын түнгі ызғар. Сол аспаннан ағып түскен, қара жерге жанып түскен, жыламасын жұлдыздар. Жүрегімде жұлдыз екен, түсінбейді бізді біткен, ай мен күндей бола алмай жүрміз. Бұл уақыттан зорға біткен, шын жүректен дір-дір еткен, шын сезімді таба алмай жүрміз. Шын сезімді таба алмай жүрміз. Жүрегімде жұлдыз екен, түсінбейді бізді біткен, ай мен күндей бола алмай жүрміз. Бұл уақыттан зорға біткен, шын жүректен дір-дір еткен, шын сезімді таба алмай жүрміз. Шын сезімді таба алмай жүрміз. Екеуіңіз, шатаспасам, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында бірге оқып, сонда танысқансыздар, иә? Кім-кімге бірінші ғашық болды екен? Мен Руслан ағамыз бірінші ғашық болған сияқты, солай ойлаймын. Жоқ, мен басқаша ойлаймын. Менің ойымша Айчүрек бірінші ғашық болған сияқты. Неге десеңіздер, өйткені Айчүрек Русланды бірінші көргенде Бауыржан Исаев деп ойлап қалған ғой. Бірақ бір қарасаңыздар, шынымен де Бауыржан Исаевқа ұқсайды. Ұқсайды екен. Қалжыңдаймын, негізі кімге ұқсамасаңыздар да жүректеріңіз бірге соғысын әрқашанда, бірге қағысын, махаббаттарыңыз мәңгі жасасын. Құрмет, қошемет тек сіздер үшін.